Сәлем достар, сіздерге мен Каусар, видеома қош келдіңіздер. Достар, бүгін менде тағы да бір влог болады. Бүгінгі влогымның аты демалыс күні деп аталады. Яғни бізде бүгін суббота, демалыс, бірақ негізі бізде демалыс емес, негізі сабақ. Оқылайын болған, но мен бармадым, домбыраға бардым. Домбыра 10-да басталды, 12:30 бітті, ал сабақ бізде 12-де басталды. Яғни бізде деген біз мектепте сабаққа короче 6 күн барамыз. 6 күн тек қана бізде 3 сабақ болады. Еще олар таңдау, маған таңдау қызық емес, және одан баға шықпайды, сондықтан мен бүгін бармай қалдым. Еще бүгін бізде сабаққа 2 оқушы барған. Сосын бүгін негізі 3 сабақ болатын еді. Биология таңдау, физика таңдау, алгебра. Осы 3 сабақ болатын еді. Оларға бүгін 2 сабақ болған. Бармаған жақсы болыпты. Ал достар, мен видеомды көп сөзбей бастайын. Кеттік. Қазір бізде сағат 1:44 кетті. Мен қазір влогымды бастап жатырмын. Таңертең бастауды ұмытып кеттім. Достар, сосын біздің үйде деген осындай, ойыншықтар бар. Вот, мынадай, акула мане, или акула емес, негізі басқа сияқты. Вот осындай. И сосын мынадай, мама, прямо осындай ойыншықтар. Күшті ұнайды. Осындай динозавр бар, жасыл түрі. Вот. Күшті осындай ойыншықтар маған ұнайды. Вот осындай аю бар, көк. Вот, күшті. Ұнайды осындай ойыншықтар маған. Күшті. Достар, қазір сағат почти 2 болып қалды. Қазір мен түскі асымды ішетін боламын. Бізде түскі асқа бүгін манты. Вот, достар, жаңа біз деген обед шалдық. Енді мен телефонды зәтке қоямын. Достар, мынау деген менікі. Бұны мен деген Түркістанға жарысқа барғанда алған болатынмын. Неге жарысқа бар десеңіздер, мен домбыра үйірмесе алсам, содан мен жарысқа барып, осыны сатып алдым. Потом білмеймін, әйелі тұр әйтеуір, бірақ мен емес бұл. Вот, осындай көп, әдемі. И потом бізде деген, неде деген, осындай дәптер бар. Екінші январьда жазым, осындай мәтінде жазам. Мысалы, мен деген 2 январь күні осындай түс күтімі деген тақырыпты жазым. Содан Google-дан іздеп, осындай бір беттік мәтін шықты. Енді келесіне бетіне таратым керек, бірақ бүгін жазамын. Қазір мен телефонда отырып жатыр, зәтке оқып қоямын, потом өзім блокамды жинайтын боламын. Достар, вот, біз деген үй жинап, сіңіліміз үйді жинап тастадық, тап-таза қылып. Қазір, достар, мен деген бір жаққа барамын. Қайда десеңіздер, менің нағашым Қархат деген бар, оны танитындар да бар, танымайтындар да бар. Танымасаңыздар, оның тоже YouTube аккаунты бар, соған да тіркеліп кетіңіздер, аты осындай. Қазір тіркеліп кетіңіздер, мен соның үйіне баратын боламын бүгін. Қазір бізде 3:20 кетіп жатыр. Қазір примерно мен автобуспен 1 сағат жарымдай баратын боламын. Енді қазір мен киімімді дайындайтын боламын сумкама. Вот, өлең жүріп тұр. Шық қойым, пауза алып қойым. Потом мына бізде әлі шашат тұр. Біз оны әлі алмадық. Шашыма өлеңіздер. Және мен шашым бұйра болып тұр. Мен кеше бұны бұйра алған болатым. Яғни подругам үйіне бардым. Подругам менің шашымды бұйра алып берді. Достар, қазір киетін боламын. Астын осындай қара шалбарды киетін боламын. Сосын осындай ремен тағатын боламын. Ішіне гамаш киемін. Потом жаңағы футболкам киемін, жасыл. Сосын осындай артым қалым. Осындай киетін боламын сыртынан. Достар, мен кішкене асығыспын. Уже сағат 3:30 кетіп жатыр. Мен қазір тез соғым керек. Автобусын қақып қоямын. Алып батқан киімдерімді бұйырса анда бар, анда жеткенде көрсететін боламын. Вот, достар, мен көптонаңызда киініп болдым. Қазір енді автобус қарап шығатын боламын. Достар, вот, мен осындай кішкентай қызыл сумка ұстайтын боламын. Неге десеңіздер, мен деген тек Қархаттың үйіне мен 1 күн қонуға барамын. 1 күн қонуға ондай көп киім керек емес деп ойлаймын. Тек қана мен трикомен бір футболка алып кеттім, сол жарайды деп ойлаймын. Достар, вот, мен шықтым. Вот, сумкам нормально, ол барлықтан тиіп кетті. Босылған қалды. Себебі мен көп киім алып кеткен жоқпын. Достар, мен вот, сумкалар бара жатырмын, автобус келе жатыр. Вот,
курткамды бүлдіріп алдым и қазір бір сағына жеткенде тазалайтын боламын. Достар, мен құттесін ұстадым, жаңа көрсеттім ғой. Сол короче соған секілді даже бос орын қалды. Нормально. Енді бір күнге жетті деп ойлаймын. Күшті көше әлі бар. Достар, мен Қарақат үйіне бара жатырмын. Мен автобусым келдім, остановкаға түстім. Енді Қарақат үйіне бара жатырмын. Достар, мен Қарақаттың үйіне келдім. Қазір жаңа біз шай ішіп алдық, енді қазір оны жейтін боламыз. Достар, мен жаңа білгендеріңізбен мен Қарақаттың үйіне келдім. Сіздерге айттым ғой, жаңа мен үйден шығып жатқанда осы көше не бар екен көрсетемін деп. Енді көп зат емес. Соны көрсетіп кетейін қазір қолым бос кезде. Вот, осындай тарақ алып кеттім. Тарақ әр қыста болу керек. Сумкасы, потом осындай трико. Вот. Трико алып кеттім үйге киюге. Потом осындай футболка. Вот. Осыған алып кеттім. Потом енді носки алып кеттім. Екі келіп қалады деп. Вот. Альпашоса мен сосын чатком кеттім. Кеше асығып, бүгін асығып жүремін деп ұмытып кетті. Вот. Вот, енді айтқандай, сумканың ішінде аз зат болды деп. Вот, көргеніңізде осы енді бір күн қонғанға көп зат керек емес деп ойлаймын. Вот, достар, біз осындай құрастырып жатырық. Нан құрастырдық. Кішкене әлі құрастыратындар бар. Осыдан қарап құрастырып жатырмыз. Лего алдым. Достар, біз осылай Қарақат екеуміз перекошасын өттік. Мынау компот, мынау печенье. Вот, короче. И біз осындай кино қарап жатырық, ата-ана балашаны. Серия. Маған анnem тек тамаққа ақша береді. Басқа нәрсе ойлап табуымыз керек. Папамның сыйлыққа ақша бермейтіні анық еді. Сол үшін басқа малдарды баяғыда ойластырып қойған еді. Мүмкін өз қолыңыздан открытка жасап берейін. Үш жыл қатарынан открытка беру уже өтпейді. Егер осы сұраққа тез жауап бергенде сенімді болушы едім. Бірақ бізде басқа амал жоқ. Не осындай қалдық қана. Достар, жаңа біз кешкі асты ішіп алдық. Қазір енді біз осындай ойын деп жатырмыз. Вот, короче, мен уже кірдім. Қазір Каусар кіреді. Я мен кірім. Вот. Достар, біз Қарақат екеуміз күшті фантазия ойлап жаттық. Біз екеуміздің де арнамыздан челлендж түсіреміз. Біреуін Қарақаттың арнасынан, біреуін менің арнамнан көре аласыздар. Вот, короче, түсірейін деп жатырық. Осы суретке қатысты. Достар, вот, суретке қатысты дедім ғой жаңа, вот, осы Қарақаттың, арнасына көре аласыздар. Мен сіздерге жаңа көрсеттім ғой, арнасы қандай екенін, вот, соған тіркеліп, сол арнадан көре аласыздар. И вот, біз бір видеоны аяқтадық. Енді қазір тағы да менің каналыма видео түсіретін боламыз, яғни челлендж түсіреміз. Достар, қазір деген сағат бізде 3 болды. Біз жаңа челлендж түсірдік, и қазір ұйықтайын деп жатырмыз. Достар, кеше мен влогты аяқтаудан кетті. Мен бүгін аяқтауым керек. Кеше біз деген сіздер үшін челлендж түріп, 3:30-да ұйықтадық. Соны енді сол челленджді көріп, бізді қолдап кетіңіздер. Вот, кеше деген мен деген, төсекке жатқанымды көрсеттім. Ұйықтап жатқанымды, но енді влогты аяқтау кәдімгі шаршап кеттім, ұйқым келіп, еще өзі мен үйде тұрған болатынмын. 8:30-да сосын кәдімгі ұйқым келіп,
көзім қызарып кетіп, көзім қызарған жоқ, кәдімгідей көзім ашып, кәдімгідей ұйқым келді. Осымен сол кезде аяқтай алмадым. Сол кезде кішкене телефон қарадық та ұйықтап қалдық. Енді бүгін мен влогымды аяқтайтын боламын. Сіздерге осы видеоны барынша қызықты қылып түсіруге тырыстым. Ұнаса маған обязательно тіркеліп және лайк басып кетіңіздер. Ұнаса комментарийға ұнады деп жазыңыздар. И вот келесі видеода кездескенше всем пока-пока, сау болыңыздар.